Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бізде Тамхид кітабы бойынша төртінші сабақ. Төртінші сабағымызда біз бұл мынау дегенді айтып үйренеміз. Бұл мынау, қараңыз, хәза және хәзихи. Хәза дегеніміз бұл, хәзихи дегеніміз екеуі де бұл. Бірақ хәза дегеніміз бұл тек қана мужской затқа, яғни ер тегіндегі затқа айтылады. Біз ер тегіндегі зат пен әйел тегіндегі затты қалай ажыратамыз? Егер де тәмәр бутасы болса, яғни сөздің соңында тә, мынау байланған тә болатын болса, ол әйел тегіндегі зат. Егер де ол болмаса, ол ер тегіндегі зат. Солай ажыратамыз. Мысалы, қалам деген сөзде тәмәр бута жоқ, демек ол ер тегінде. Оған мынау хәза дегенді қолданамыз. Хәза қалам, бұл қалам. Хәза китабун, бұл кітап. Енді қараңыз, сайяратун деген машина, ол әйел тегінде болған үшін біз хәзихи дегенді қолданамыз. Хәзихи саббуратун, бұл машина. Сол сияқты хәзихи сайяратун, машина деппін, бұл тақта. Хәзихи сайяратун, бұл машина. Хәза мәктабун, бұл парта. Хәзихи мимхатун, бұл өшіргіш. Хәза мифтахун, бұл кілт. Хәзихи нафизатун, бұл терезе. Дәл сол сияқты астында хәза деген бұл мәхмул, бұл телефон. Енді мына жерде өзіміз қоямыз. Исм ишараны, яғни ишаратты біз өзіміз қоямыз. Хәза бола ма немесе хәзихи бола ма? Бұл жерде хәзихи болады. Өйткені микуатун, ол әйел тегінде. Сәрирун деген кровать, оған біз өзіміз қоямыз. Хәза сәрирун. Хақиба деген әйел тегінде. Хәзихи хақибатун. Хәза мисбахун. Хәзихи михфазатун. Михфазат деген кошелек. Келесі хәза байтун. Хәзихи хизанатун. Бұл шкаф. Бұның барлығы бұл мынау деген мағынаны білдіреді. Енді қараңыздар, келесі төртінші сабағымыздың келесі бөлімі, енді біз сұрақ қоюды үйренеміз. Қараңыз, мә дегеніміз бұл не. Енді жаңағы хәза дегеніміз бұл еді, екеуін қосқан кезде сұрақ қоюды үйренеміз. Мә хәза. Не бұл. Бірінші не тұр, одан кейін бұл тұр. Бірақ араб тілінде қалай аударамыз? Не бұл деп айтпаймыз. Бұл не? Жарай ма? Бұл не? Мә хәза. Өйткені араб тілінде сұрақ постоянно бірінші тұрады. Мә хәза. Бұл не? Хәза мисбах. Бұл лампа. Бұл шам. Мән. Енді біз мән дегенді бірінші сабағымызда алғанбыз. Ол кім еді? Кім? Мән хәза. Бұл кім? Немесе мынау кім? Хәза муаллимун, бұл мұғалім. Немесе әйел тегіне қалай қоямыз? Мә хәзихи, бұл не? Хәзихи сәатун, бұл сағат. Мән хәзихи, бұл кім? Яғни әйелді меңзеп, хәзихи табибатун, бұл дәрігер әйел. Енді бұлай айтса да дұрыс. Мә хәзихи, хәзихи сайяра, бұл не? Бұл машина. Ал енді бұлай, мә хәза, бұл не деп сұрап, хәзихи сайяра, бұл машина деп жауап беруге болады. Мысал ретінде бір адам келді, бір нәрсенің әйел тегінде немесе ер тегінде екенін білмейді, бірақ сұрады, немен? Ер тегімен сұрады. Мә хәза деп сұрады. Оған жауапты беретін кісі оның әйел тегінде екенін білген үшін хәзихи бұл сайяра, бұл машина деп жауап береді. Яғни бір нәрсені білмейсіз, оның женский немесе ер тегінде екенін білмейсіз де, просто так мә хәза деп ер тегінде сұрасаңыз айыбы жоқ, сұрай бересіз. Ол кісі жауап берген кезде, егер әйел тегінде болса хәзихи деп айтады, ер тегінде болса хәза деп айтады. Осы төртінші сабақта осыны үйретеді. Мына жерде оқып, тек қана аудару ғана қалады. Сабақта болмаған кісілер негізі мынау жаттығудың словарларын бәріміз жаздық. Енді переводчикпен аударасыздар. Мен бір екеуін айтып өтейін. Курсиюн деген орындық, назара деген очки, ғассала деген стиралка машина, хасуб дегеніміз ол компьютер,
هل هذه عصير؟ Так, عصير деген сок, محفظة деген кошелек. Так, жақсы. Болды. Енді үй жұмысы ретінде мынаны орындайсыздар. Ма хаза, бұл не? Сіздер жауап бересіздер. Хаза мисбах, бұл шам. Немесе хаза қалам. Ман хаза, бұл кім? Хаза муаллим, бұл мұғалім деген сияқты мынаны орындайсыздар. Ал енді мына жерде керісінше жауап бұл кілт деп тұр. Сіздер бұған сұрау керексіздер. Бұл кім деп сұрайсыздар ма, әлде бұл не деп сұрайсыздар ма? Бұл не деп сұрайсыздар, е? Ма хаза. Хазихи мудира, бұл директор. Енді бұған сұрақты қалай қоямыз? Бұл не дейміз ба, немесе бұл кім дейміз ба? Мән дейміз, бұл кім? Сол сияқты осы екі жаттығуды иншалла орындайтын боласыздар. Осымен 4-ші сабағымыз тәмам.